Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Әбілгүл, және бүгін біз әрине видеоның атынан түсінген шығарсыздар. Бүгін біз YouTube хаус жасаймыз, иә. Өйткені мен де байқадым, ютуберларда да сондай бар. Ал мен ойладым, менде не үшін жоқ екен жасайын деп, сосын видеоны қостым. Ал мен осы жерге есік жасаймыз, жителдер против болмайтын шығар. Осы есік арқылы ары бері үйге баруға болады. Жаңа үй салам, короче, достар. Ал бұрынғы үйім енді, иә. Бұл искусстве болады ғой. Жарайды, қалжыңдай. Ол жерде мен тұратын болам, әрине. Бірақ алдымен YouTube хаусымды жасаулайды. Алдымен бізге дорожканы апаруымыз керек. Достар, кешіріңіздер. Сіздерге неприятно екенін білем. Бірақ деген қазір, достар. Достар, жақсы кеттік. Мына YouTube хаус жасау дегенде негізінде көп уақыт кетуі мүмкін. Сол үшін мен деген бөлімдеп салуым мүмкін. Сосын, достар, менде видеолар превьюсыз, ал превью жасайын десем бірдеңе шыға береді. Сондай моментте не істейді екенімді білмеймін. Сол үшін айтып жібересіздер ғой, комментке жазып, қалай жасау керек екенін. Жақсы, енді бізге ступеня керек. Осындай керек. Қайтып кел. Рахмет. Ал мен бізге пол жасау керек. Бірақ мына жерде су керегі жасап отыр, ал мен мына жерде жасайын деп ойлаймын. Сол үшін су кедергі жасап алу үшін оны мен әрине удалить етіп тастауыма керек. Болады енді удалить етуге. Удалить етуім керек енді. Осылай. Достар, егер сіздерде осындай ауыл жасап қойсаңыздар, соныңыздар қорықпаңыздар, менен қайталаңыздар. Ауылға кіргізсеңіздер де болады, шығарып қойсаңыздар да болады. Мына жерде болады менің үйім. Ал мен бізге ступеня керек. Ступеня. Жақсы. Менен қайталаңыздар. Мүлдем ұмытып кетпеңіздер. Мына видеодан кейін қайталамаңыздар. Өйткені сол кезде кішкене түсініксіз болады сіздерге. Мынаның алып тастап бассейн құратын шығарым. Осылай. Достар, бұдан бәрін істеу керек болады. Бірақ те сіздер менен қайталаңыздар. Осылай. Осы жерлерді жауып тастайсыздар, ал мен қазір закадрымыз. Достар, міне дайын. Маған енді структурный блок керек. Сіздер білетін шығарсыздар оны. Мен көп нәрселер жасағанмын. Мінеки, қай жерде ол? Мына жерлерде ғой ол. Қазір тауып алам. Міне. Әйтсе маған булыжникті алып анау істеудің деген келмейді. Өйткені мен 2 этаж болады. Үлкен және бір
бір этаж, который кішкентай. Мынау бізде X. Жоқ. Аха. 19 болады екен. 5 ол 5 болып қала бермесін. Ол 1 болады әрине. Ал мынау болса 19 емес. Ана жақта қанша блок? 5 па? 5 13. Аха. Ал мен достар маған мынаны басқа жаққа қойып, әйтпесе кішкене бір түрлі көрінеді. 1 2 Ой. Я, достар, нормально осылай. Осылай тұра берсін. Мінеки. Осылай енді күшті болады. Сохранить структуру L. Осы жерге қойып қойын. Енді маған бетонмен бірден істеуіміз керек. Мына видео где-то 12 минут болуы мүмкін. Ал мынау болса үшінші этажға арналған блок. Светло-серый бетон деген. Енді достар, маған де осыны копировать етіп алайын. Жоқ. Достар, сіздер структурный блокты қолданыңыздар. Сол кезде оңай болады, өйткені мені кінде вант деген топор жоқ сондай. Сіздер білетін шығарсыздар, анау сондай мод бар ғой вантқа. Шынымен бар ондай мод. Бар ғой, сондай деревянный топорға, который филс мен жұмыс істейтін. Сол үшін менде структурный блокты қолданам. Керекпін. Бұл бізде 1 бола берсін. Енді бізге 9. 16. 14. 13. Я, ал бізде мынау болса, бұл болсын. Хоппа. Оппана. Загрузить. Осылай жасайын болады мен. Бізде ол 4 блок болады әрине. Ай. Міне. О, нормально.
Енді маған крышаны қою керек. Мінекей. О, нормально. Айна шығып жатыр. Достар, как-то қап-қараши. Маған бұл ұнамайды. Сол үшін бізге әрине светокамень керек болады. Маған деген бот керек еді осындай. Бірақ деген мен крафтсман ойнаймын біріншіден. Кешіріңіздер достар, сіздер қыз болып жатсаңыздар, қыз болып бала қарап отырсаңыздар, кешіріңіздер. Маған енді осындай коридор болады. Мына жақта бізде кухня болады, тамақ жейтін. Ал мына жерде болса склад. Тымыз болады. Мінекей. Осылай. Міне нормально. Шықты. Мында енді бізде кухня болады. Мен ауыл енді көрінбейді мұнда бірақ. Жарайды, осылай көрінетін болады сату. Бірақ бұда стена кедергі жасайды ғой. Ой, жарайды, нормально. Мінекей. Хоппа. Нормально енді. Оның үшін болады. Жақсы. Видеолар достар кешке шығатын болады. Енді сол кезде үлкен адамдар жұмыстан келеді. Кішкентай балалар мектептен келеді. Мен де мектептен келем сол кезде. Сол үшін сағат сондайларда жасайтын болдым. Нормально шықты. Жақсы, мен продолжениесі түсірем. Продолжениесі бар.